Мен бақытты адаммын, себебі көп адамдар армандайтын бақытты бала кезге күнде бас сұғамын. Мектеп сол қимас шақтардың алтын ұясы. Балалардың шуынан қашпай, қаншама жасты тұлпарлыққа баптап келе жатқаныма 17 жыл болыпты. Бұл жылдар мені әділдікке, сабырлыққа, байқампаздыққа, уақытпен бірге аяқ басуға үйретті. Мен Тағаева Ұмсынай Серікқызы, Қазығұрт ауданы Қалаубек Тұрсынқұлов атындағы мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс атқарамын. Педагог зерттеуші, Қазақстан Республикасының құрметті ұстазымын. Өмірлік ұстанымым ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Зергердің еңбегінің нәтижесі оның әшекей бұйымдарының болса, ұстазды ұлы ететін оның білімді тәрбиелі шәкірттері. Бәйгеден оза шауып, мыңнан тұлпар, жүзден жүйрік келген шәкірт үшін ұстаздың қуанышы сіз бен бізге елестетуге келмейтін сезім. Өз шәкірттерім мектеп абыройын асқақтатып, аудандық, облыстық, республикалық олимпиадаларда, ғылыми жобаларда жүлделі орындар иеленгенін көргенде қуанышым қойныма сыймай, еріксіз көзіме жас келеді. Қазіргі заманға лайықты мұғалім болу үшін білімді, жаңашыл, сонымен қатар әділ, әркез бойымыздан табылуы тиіс. Ол үшін мұғалім мейірімді, қамқор, талап қоя білуі шарт. Ұстаз бен шәкірт арасында ынтымақтастық орын алу мұғалімге байланысты. Өз еңбегінің табысты жемісі әрдайым жаңа белестерге жетелейді. Жігеріңді тастады. Жер бетінде мың түрлі мамандық бар. Ішіндегі ең аяулысы мұғалім. Өз кәсібіңнің маманы болу үшін теория мен практиканы ұштастыра білу керек деп ойлаймын.